Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен песочный, жұмсақ, өте дәмді болып шығатын самсаның қамырымен және өзін қалай жасау әдісімен бөліскім келеді. Ал егер дайын болсаңыздар, онда кеттік. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, 200 грамм май, кез келген жарай береді. Маргарин болсын, сары май болсын. 200 грамм мен тоңмаймен жасаймын. Менің тоңмайды қалай жасайтын рецептімді білгілеріңіз келсе, мен келесі видеоларымның бірінде міндетті түрде сіздермен бөлісемін. 2 дана жұмыртқа, 1 дана жұмыртқа самсаның қамырына кетеді, 1 данасы бетіне жағылады. 1 чай қасық тұз және өлшеміне қарай мұздай су қажет. Оны електен өткізіп аламыз. Енді осыған кез келген майды қолдансаңыздар болады. Менде бұл тоң май. Өзім қолдан жасаған тоң май. Соны теркадан өткізіп, онымен жақсылап араластырамыз. Тоң майдың қалай жасалу жолын келесі жолы көрсететін болам. Кулинарный жир дейді. Енем үйреткен, қалай жасау керек екен. Оны келесі жолы видеодан бөлісетін болам сіздермен. 500 грамм ұнға міндетті түрде 200 грамм. 220 грамм болады. Пачкадағы майлардың салмақтары әрқалай келгеннен кейін кішкене көп болып кетсе ештен кетпейді. Наоборот, тесталарымыз әдемі жұмсақ болып шығады. Енді жаңағы ұн мен майды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласты. Енді осының үстіне 1 жұмыртқа жарамыз. 250 грамм суға 1 қасық тұз салып, суық су болу керек. Міндетті түрде жақсылап араластырамыз, тұзы ерігенше. Тұзы еріген соң 1 қалып тығып, жұмсақ қамыр илейміз. Көп су құю мөлшеріне қарап құямыз суды. Егер майыңыз жақсы болса, онда суды көп қажет етпейді. Ұнға да байланысты. Ұннан да болады. Суды көп қажет етпейді. Ондай болса 200 грамм су құйсаңыздар да болады. Көз мөлшеріңізге қарайсыздар. Міне осы дайын болған қамырымды 15-20 минутқа начинкасы дайын болғанша тоңазтыққа салып қоямыз. Начинкасына міне 200 грамм ет. Енді мынаның шандыры бар, несі бар, мына жерде 200 граммнан көп. Бұның жаңағы майымен, майлы жерімен мякоттарын ғана аламыз. Енді өздеріңіз ыңғайына қарайсыздар. Өздеріңізге фаршпен ұнаса, тез жасағыларыңыз келсе, фарш салуларыңызға болады. Ал мен турап жасаған жақсы көремін, сол үшін мынаны қазір мен майдалап міне дайын болған туралған фаршымыз, міне май араласқан, майды ағып турап алдым. Енді осының үстіне 2 дана пиязды жұқа кубиктап, ұсақтап тураймыз. Татымына қарай бұрыш, қара бұрыш салсаңыздар болады. Және тұз. Менің етім тұз алған, сол үшін мен етті көп тұздамаймын. Фаршқа көп тұз салмаймын. Фаршымызды жақсылап қолмен араластырамыз. Қасықпен араластырсаңыз да болады. Өздеріңізге қарайды, маған өзіме бәрін қолмен жасаған ұнайды. Сол үшін мен қолмен араластырамын. Листімізге пергаментный бумагамызды төсеп, майлап, дайындап қоямыз. Майламауға да болады, өйткені сіздің тестіңіз майлы, өзде майлы. Бірақ мен пергаментный бумаганы басқа түрін алатым, осы түрін алдым, ақ түрі. Содан мен кішкене қорқыңқырап тұрмын, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Міне мынандай жұмсақ тесто болды.
Енді осы жұмсақ қамырымызды міне бірде осындай 40 граммнан міне өлшеп аламыз. Жаңағы 500 грамм ұннан 30 шақты самса шығады. Маған ол көп, сол үшін мен қалған морозилкаға қатырып, кейін де шығарып жасасаңыздар болады. Мен 15 талын жасадым, міне. Қазір осы 15 тал қамырдан самса жасаймыз. Кішкене столдың үстіне ұн сеуіп, соған тестімізді өте жұқа қылмай, где-то 5 мм сондай қылып жаямыз тестімізді. Міне, осындай қатты жұқа қылмай, қатты қалың қылмай, осындай тесті жасаймыз. Начинкамызды салып, осылай қылып бүктейміз. Фаршты өздеріңіз қалағандай саласыздар. Менің үйімде үй ішім фарштың көп болғанын жақсы көреді. Сол үшін мен фаршын көбірек салам. Енді мен өстіп самсаны осылай жасаймын. Сіздер өздеріңіз қалағанша жасасаңыздар болады. Фаршын салып, мені өстіп жақсылап жапсырып, сосын кейін шетінен алып, мені ішіне қарай басып отырасыздар. Болғаны әдемі осындай самса шығады. Ақ уызын сары уызынан ажыратып, ақ уызы бізге қажет емес, сары уызын венчикпен араластырып, жақсылап араластырып, жаңағы самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз енді. Қамырды, самсаны жасап жатқанда духовкаларыңызды, әркімнің духовкасы әрқалай қыздырады, сол үшін 180-200 градуста 35-40 минут пісіреміз. Мен 200 градуста пісірем. Қалағандарыңызша бетіне кунжут сепсеңіздер болады. Маған кунжуттың духовкадан кейін қуырылып шыққан дәмі өте ұнайды. Ал енді бисмиллах деп 35-40 минутқа самсамызды пісіріп аламыз. Енді міне самсамыз пісті. Мінекейлеріңіз әдемі болып томпиып. Міне мынандай жұмсақ өте песочный тесто болып шықты, ал іші міне осылай. Еттің бәрі пісіп, өте әдемі, өте дәмді болып шығады. Ас болсын біздерге. Сіздермен бірге болған Гүлім. Видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.